Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай әдемі және өте жұмсақ пирог жасап көрсететін боламын. Арасы да толықтай піседі және өте жұмсақ. Ауыздарыңызда еріп кететін пирог жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Електен өткен ұнға 2 шай қасық қопсытқыш саламыз және 100 грамм қантымызды салып, осындай бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап езіп аламыз. 2 жұмыртқамызды салып, енді жақсылап қамырымызды жұмсақ қып илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын. Кез келген формаға, менде 24 сантиметрлі форма, астына пергамент бумагасын төсеп, қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Кішкентай бөлігін бетіне алып қоямыз. Үлкен бөлігін осылай жасап аламыз да, үстіне осындай джем немесе варенье қоссаңыздар болады. Мен осындай өріктің вареньясын қостым. Жаңағы кішкентай қамырымызды осылай оқтаумен жайып, осылай бір келкі қып кесіп аламыз. Енді осы қамырларымызды жаңағы пирогымыздың бетіне қойып шығамыз. Осылай әдемілеп тор көз жасаймыз. Пирогтың осылай шетін осылай басып шығыңыздар, сол кезде пирогтарыңыз әдемі көрінетін болады. Қызып тұрған пешімізге 190 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Үстіне сахарный пудра сеуіп, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Пирогымыз өте жұмсақ болады және ауыздарыңызда еріп кетеді. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.